Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылының тумасы, өлең сөздің дүлдүлі, екі дүркін Қазақстан чемпионы. Азия чемпионаты 1995 жылдың 28 желтоқсанында дүниеге келген. 15 жасынан өлең жаза бастаған қазақтың қаракөз қызы Фариза Шолтай рингке шығып былғары қолғап шебері атанып үлгерген. Азия біріншілігінде қола жүлдені иеленген Фариза өнер мен спортты қатар алып жүргеніне биыл да 8 жыл толып отыр. Бір қызығы мектеп, колледж, университет барлығын орыс тілінде тәмамдаған ол қара өлеңді қазақ тілінде жазады. Жақында тұңғыш кітабы шықты. Ең алғаш жаттығу залына 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап барған Фариза спортқа кездейсоқ келген. Фариза өзіне біреу сол уақытта 6 жылдан кейін былғары қолғап шебері боласың деп айтса, сенбеген болар едім дейді. Демалысқа ауылға келгем. Ауылдың қызы болғаннан соң ба жұмыс талғамайтынмын. Далада сексеуіл жарып жатқанмын. Сол сәтте сыртымнан бұрынғы боксшы Бақытбек Алпысбай көріп қалыпты. Мендегі қабілетті байқаған болса керек, бокс залына барып жаттығу жасауға ұсыныс тастады. Шынымды айтсам, дәл сол сәтте өмірім басқа арнаға бұрылады деген ой мүлдем болған жоқ деп бір таңғалдырарлық сәтпен жеткізеді. Түнде сондай бір жаттығудан шаршап, шалдығып тұрған кезде өзі келеді бір түртіп. Айтып келмейді да. Ішің пысқанда жаза алмайсың оны. Қолың бос кезде жаза алмайсың. Өзі кейде сондай келіп қалады, сол кезде отырып жазасың. Қазір елімізде Фаризаға өз салмағына төтеп берер қарсылас жоқ. 2 жыл қатарынан Қазақстан чемпионы атанды. Осындай жеңістігін жоғары ынтасының арқасы деп біледі. Ынта болмаса бір іске бел шеше кірісу мүмкін емес. Әрине, екі істі бірдей алып жүру басында қиынға соқты. Тіпті шаршы алаңда шығар алдында шабыттанып өлең жазып, онымнан босап қалып, ойсыра жеңіліс тапқан күндерім де болды дейді Фариза. Ал бүгін де оған айла тапқан. Шаршы алаңда шығар алдында шабыт келсе алғашқы шумағын ғана қағаз бетіне түсіреді де, қалғанын қарсыласын жеңіп келген соң жазады. Өз-өзімді осылай алдаймын. Бұл да бокстың үйреткені. Сол бір шумақ өлеңге өлеңнің бар мазмұнын сыйлауға тырысамын. 23 жасар боксер 100-ге жуық өлеңнің авторы. Бүгінде Фариза Азия чемпионы Сербия астанасы Белградта өткен жарысты жерлесіміз мықтылығын көрсетіп, өзбекстандық боксшы қызды ойсырата жеңіп, Азия чемпионаты атанады.